Торғауыт ауылдық үкіметтің бухгалтерия бөліміне кіргенде кеңседе есепші қыз жалғыз отыр еді. «Сәлеметсің бе, қызым?» деді Торғауыт үстелге жақындай беріп. «Сәлеметсіз бе?» деп қайталады есепші қыз да көз алдындағы қағазынан алмай. «Мені танисың ғой, қызым?» деді Торғауыт қыздың қарсысына келіп бос орындыққа отырып жатып. Қыз оның бетіне жалт қарады. «Иә, танимын» дегелі аузын аша беріп еді, жүрегі зу ете түсті. Айғайлап жібере жаздап барып тоқтады. Алқымына бірдеңе кептеліп, дыбысы шықпай қалып еді. Екі көзі шарасынан шыға жаздап, өне бойы қалтырап, сөзге аузының икемі келмей, көгерген еріндері дірілдей берді. «Мұнда келмегеніме де көп болып кетті-ау, ұмытып қалған жоқсың ба?» деді Торғауыт. Есепші қыздың жоқ деуге шамасы келмеді. Бақырайып отыра берді. «Менің атым Торғауыт қой, оралманмын. Анау көшенің ең басында номері 79 үйде тұрамын. Алдыңа талай келіп едім ғой». «Иә, білем» дегісі келді есепші қыздың, бірақ айта алмады. Тілі байланып қалып еді. Мелшиіп сірескен бойы қозғалуға да дәрмені келмей қалтырай берді. «Анау әлгі әлеуметтік жәрдемақы, мүгедектік көмек дейтін тиын тебенімді алайын деп келіп едім. Өзі де мәз бірдеңе емес, десе де 6 айдан бері біраз ақша болып құралып та қалған шығар» деді Торғауыт ойында түк жоқ. Есепші қыз сол мелшиген бойында есеңгіреп, бір талай отырып барып, не заман дегенде ғана әрең есін жия бастады. «Қозғалсам деп ойлады, қыбырласам бәле болып жүрер мекен деп ойлауға шамасы әрең келді. Алдындағы адамнан көзін алмай тесірейе ұзақ қарады. Иә, соған ұқсайды. Әруақ сияқты емес, дәл соның өзі. Бұл таныс болған 2 жылдан бері үстінен бір түспеген кең костюмы, аласа бойына шақ келмей қолқылдап тұрған сол кейпі, терең көп сызық түсіріп, әжім басқан маңдайынан жоғары қарай түп-түзу тараған әппақ шашы, бәрі сол қалпы. Көзіне қарап еді, құйрығы қиықшалау келген, кішілеу сегір көздері де баяғысынша жылы қарайды. Ептеп өтіп кетейін деп ойлады есепші қыз, өзіне өзі қайрат беріп, орнынан тұруға ұмтылып, екі тізесі дірілдеп тұр. Жерге басылар емес. Жаңа туған ботаның тірсегіндей қалт-қалт етеді. Жүрегі де өрекпіген бойы тайдай тулап, тарсылдап соғады. Сонда да басқа амалы жоқ, ептеп сытылып шығу керек. Ол көзін алдындағы шалдан алмаған бойы қалтыраған аяғын еденге тіреді. «Қазір» деді ерні дірілдеп. Дыбысы шықты ма, шықпады ма, оны тіпті өзі де анық біле алмады. Ерні жыбырлаған сияқты. Ол шалдың қасына лып етіп өте шықты. Қорыққаны сонша, жас баладай тәлтіректеп, апыл-тапыл шапшаң басып, есіктен сенделектеп шықты да, дәл қарсыда тұрған әкімнің есігіне зорға жетіп, тұтқаға қолын әзер ілдірді. Диванда әрең жетті де, сылқ етіп отыра кетті. «Не болды? Өңің бұзылып, құп-қу болып кетіпсің ғой. Bir жерің ауырды ма?» деді әкім, оның түсіне тіксіне қарап. Қыз басын шайқады. Әкім ұсынған бір стакан арасан суын қылқылдатып, шапшаң жұтып жібергеннен кейін ғана тілге келді. «Ағай, сұмдық. Не болды?» «Шошып кеттім». «Не жетті сонша тапа-тал түсте?» «Әлгі көктемде өліп қалған шал келіп отыр» деді, қылғына әзер сөйлеп. «Өліп қалған шал дейсің бе?» деді әкім де елең етіп, қызға ажырая қарап. «Қайсы шал ол?» «Әлгі оралман шал». Әкім ойланып қалды. «Қайсы шал ол?» деді, есіне түсіре алмай. «Мұғалім шал бар еді ғой, ылғи қолқылдаған кең костюм киіп жүретін». «Ой, иә, енді білдім» деді әкім. «Ол өліп қалып еді ғой?» «Иә, өліп қалған, сол келіп отыр». «Басқа біреу шығар» деді әкім, қипыжықтап. «Жоқ, нағыз өзі». «Қате танып, басқа біреумен шатастырып отырған жоқсың ба?» «Жоқ ағай, өзі де айтып отыр ғой Торғауытпын деп. Әлеуметтік жәрдемақы алайын деп келіп едім» дейді. «Сап-сау, Құдай сақтасын» деді әкім де даусына діріл араласа. Соның арасынша есіктен асықпай аттап, «Ассалаумағалейкум» деп қашанға әдетінше соза сәлем беріп, Торғауыт та кіріп келе жатты. «Әне өзі де келе жатыр» деді есепші қыз үрейлене сыбыр етіп. «Марат бауырым, қалайсың? Сайлаудан жеңіп шыққаныңды естіп жатырмын. Құтты болсын орынтағың» деді Торғауыт қолын ұсынып. «Рахмет аға» деді Марат қолы аздап дірілдеп. Торғауыттың арық саусақтары жып-жылы екен. Көзіне қарап еді, баяғы сол мүләйім қалпы. Жаным жақсы көретін, жүрегі жұмсақ,
Қайырымды бір бауырымсың. Қазақстан азаматтығын аларда әкім басыңмен бұлданбай, қыл аяғы документтерімді де өз қолыңмен толтырып беріп едің. Өзім ауру жағдаймен келе алмасам да, сен сайлауда жеңіп шықты дегенде қуанып жаттым, деді Торғауыт баяғысынша аңқылдап, ақтарыла сөйлеп. Рахмет аға, деді Марат тағы қайталап. Бірдеңе дейін деп еді, аузына басқа сөз түспей қалды. Осы арадан алатын аздаған тиын тебенім бар ғой, соны алайын деп келіп едім, деді Торғауыт, енді сөздің бетін келген бұйымтайына аударып. Марат үндемеді. Бағанадан ойланып отырған. Сен шал өліп қалып едің ғой дейтін емес. Ол тұста сайлау кезі болатын. Кішкентай бір ауылдың сайлауы болса да, дабыралы үлкен сайлаулардан кем болған жоқ. Бақандай 4 кандидат. Түгел сен тұр, мен атайын. Елде быт-шыт, ру топ-топқа бөлініп алған. Соның әлеміне жүгіріп, кімнің өліп, кімнің тіріліп жатқанында толық көңіл бөле алмаған. Әйтеуір бір рет Қатыран деген біреу келіп, Торғауыт ақсақалды жерлеуге деп ақша сұрағаны бар. Ауылдың азғана қаражатынан бөліп, оған 15 000 теңгені бергенінде есінде. Енді сол шал өзі келіп отыр. Марат осы арада басқаша жол тапты. Жаңа мына қызыңыз да соны айтып отыр еді. Қазір кассада ақша болмай тұрған сияқты. 1-2 күннен кейін хабарласпас па екенсіз, деді, басқа ештеңе сездірмей. Торғауыт біраз қипақтап қалып еді. Апырай, шұғыл бір қажеті болып еді, бірдеңеге қысылып тұрғаным, деді, тарыққан рай білдіріп. Қанша керек еді? Тіпті қысылып тұрсаңыз, мен сізге біраз сом бере тұрайын, деді Марат. Мына әруақ шалдан ақы беріп болса да тез құтылғысы келіп. Сонан қапшығын ашып 10 000 теңге алып берді. Жанымда бары осы екен. Әзірше керегіңізге жарата тұрыңыз. Рахмет, деді Торғауыт орнынан көтеріле беріп. Жақсылығың Алладан қайтсын. Маратпен есепші қыз Торғауыт есіктен шығып кеткеннен кейін де бір қауым уақыт үн-түнсіз сілейіп отырысып қалды. Қарашы, кетті ме, деді Марат, не заман дегенде иегімен есік жақты нұсқап. Қыз қорғана басып есікке барды да қайта бұрылды. Кетіп барады. Құдая тәуба, мұндайда сұмдық болады екен-ау. Қанша шошығанымды білесіз бе? Тура шалғамнан түсе жаздадым, деді Маратқа жақындап келіп, ентігін басып, кеудесін кере тыныс алып. Сені қойып мен де қайтерімді білмей қалдым, деді Марат та шынын айтып. Кетіруге асыққанымда сол, деп бір күрсініп алды. Әйтеуір бір жол құтылдық-ау мөлшері. Нақ сол өзі ме? Сол, нақ өзі. Бұл шал қане қашан өліп еді, деді Марат есіне түсіргісі келіп қабағын шытынып. Сайлау кезі емес пе еді? Иә, наурыз айында, деді қыз оны анықтай түсіп. Өлгені туралы дәрігердің куәлігі бар ма еді? Бар ғой, қайда олар? Бар менде. Бір нұсқасын көшіріп алып қойып едім. Алып келші. Есепші қыз жүгіре басып шығып кетті де көп айланбай қайта оралды. Міне, деді қыз бір папка қағазды әкімнің алдына жайып жатып. Марат алдында қағазға ерекше құнтпен шұқшия түсіп, бар зердесін соған аударды. Ең алдымен дәрігердің өлу туралы куәлігіне көзін салды да, орысша жазылған куәлікті қазақшаға аударып күбірлей бастады. Торғауыт Бесбайұлы 1936 жылы Қытайда туылған, Алексеевка ауылы Шахантай батыр 79-ші үйдің тұрғыны. Жүрегі өлі еттенген. 2001 жылы наурыз айының 16-сы күні қайтыс болды. Георгиевка ауданындағы аурухананың бас дәрігері Ян деп өзіне керектісін ғана білгісі келіп, одып оқып шықты. Ғажап екен, деді ол сәлден соң орындыққа шалқая отырып, ойлана көзін жұмып. Шынында да ғажап болды. Әрі қорқынышты, әрі қызық оқиға екен. Қайтсек болар екен? Әлде аудандық көші-қон полициясынан сұрасақ па екен? Ол бірталай ойланып отырды да есепші қызға бұрылды. Сенше қайтсек болады мұны, деді шын дағдарған раймен. Қытай деген елден не сұмдықтың бәрі шығады дейді ғой. Әнеугүн мен бір кино көрдім. Сонда өліп қалған бір Қытай әрі-бері серейіп жатты да, орнынан қарғып тұрып, сөлбірейген шапанның екі шалғайын қанат қып, етегін құйрық етіп жазып жіберіп, ұшты да кетті. Мұның да ондай өнері болып жүрмесін. Оның үстіне біз дәл Қытай шекарасының түбінде отырмыз ғой. Полицияға хабарласып қоймасақ, өзімізге қиын болып жүрмесін, деді ауыл әкімін әдейі сақтандыра сөйлеп. Марат телефон трубкасын алып аудандық көші-қон полициясында біреулермен сөйлесіп жатты.
Біздің ауыл шекараның түбінде ғой, әйтпесе 340 километр деді Марат телефонды жауап беріп. Жол дейсіз бе? Жол онша жырғап тұрған жоқ. Дегенмен 3-4 сағатта. Жақсы, күтем деді ол трубканы орнына қойып. Онан есепші қызға сөйледі. Дегенмен осы ақылың дұрыс болды ау. Келетін болды. Түске таяп бір жерден тамақ бірдеңе дайындатып қой. Бесін ауа жеткен полицейлер келе салып іске кірісіп кетті. Мараттың түсініктемесінен кейін жорамал сұрақтар қойды. Нақ соның өзі ме? Егіздің сыңар емес пе? Ауылға келген бейсауат ешкім жоқ па еді? Қытай техникасы дамып кетті ғой. Адам клондап жүрмесін. Қайда жерленіп еді? Бәлкім тіріліп кеткен шығар. Шын сол өзі ме? Маска киіп алған ба, басқа біреу болмасын. Ақыры екі полицей мен ауыл әкімі Марат үшеуі Торғауыттың үйіне барды. Торғауытты оңаша алып, сұрақтар жаудырды. Ойында түк жоқ, Торғауыт білгенінше жауаптар беріп отырды. Сонан бір кезде полицейдің бірі онан жеке куәлігін көрсетуді талап етті. Торғауыт сумка папкаларын іздеп таба алмады. Әйелінен сұрап еді, ол да білмейтін болып шықты. Мен көп ауырдым ғой. Қытайда жүргенде жабысқан науқас еді. Сол жарым жандығым себепті пенсияға да ерте шыққанмын. Қазақстанға жетсем, сүйегім тарихи отанымда қалса деген ниетпен келіп едім. Тілегімді Алла қабыл көрді ме? Туған жердің ауасы мен суы шипа болды ма? Әлде дәрігерлердің емі дауа болды ма? Әйтеуір осында келгеннен кейін жазылып кеткенмін. Жеңіл-желпі жұмыстарға өзім жүгіріп, сергіп қалғанмын. Бар жоғы 2 жыл осылайша мәз болып жүрдім де, бір күн аяқ астынан жығылып қалыппын. Содан бері міне, дәрігерден дәрігер, емшіден емші, сары төсек болып 4 ай жаттым. Орнынан тұрып жүре бастағаныма да 1 айдың ғана жүзі болды. Сол жеке куәлік дегенді қайда қойғанымда есімнен шығып кетіпті. Бәлкім балалар бір жерге қоя салған болса, табылып тағалар деді, бәрін басынан бастап түсіндірмек болып. Полицейлердің бірі сумкасын ашып, қайшымен орта тұсынан тұмаршалап қиып алған жеке куәлікті алып шығып, Торғауытқа көрсетті. Мынау емес пе деді қолына беріп. Торғауыт оны аударып төңкеріп қарап шықты да, көзі бажырайып кетті. Осы ғой, кім қиып тастаған? Сіздер қайдан алып жүрсіздер деді, шаншыла қадалып. Полицейлер оған жауап берген жоқ. Қатыран деген кім деп сұрады төтесінен. Ол менің бажам еді. Қазір қайда? Бар, осында. Балалардың біреуін жібертіп шақырта аласыз ба? Міне қазір деді Торғауыт, әлденеге алаңдап, қалбалақтап есікке қарай жүгіріп. Үй арасы жақын екен, 1 минутта Қатыранда жетіп келді. Көп сұрақтардан кейін оның жауабы мынау болды. Торекең Торғауыт наурыз айында ауру ұстап, аяқ астынан жығылып түсті де ес-түссіз қалды. Машина жалдап, аудандық больницаға апардым. 10 неше күн сонда болдық. Соңында ондағы дәрігерлер, ем қонбайды, адам болмайды, алып кет, бала-шағасының қасында көм жұмсын деді. Азамат балалары 2 ұлы, 2 қызы түгел Қытайда болатын. Паспорт бітіріп келе алмай жүрген. Дәрігерлердің шешімі маған қиын болды. Көріп қалсын деген балалары алыста жатыр. Жүгіріп поштаханаға барып Қытайға телефон соқтым. Балаларына әкесінің науқасын айттым. Олар жылап-сықтап, бізге тездетіп телеграмма жібер, әйтпесе Қытай жіберетін емес деп шуласты. Әрине жай телеграмманың ешқандай пайдасы жоғы белгілі. Сондықтан дәрігерлерге қайта жалындым. Адам болмайтын рас қой. Онда өлді деген куәлік бер, болмаса балалар топырақ салсын деп зарландым деп Қатыран осы арада бір тоқтап ойланып алды. Өлді деген куәлік беруге бастабанды дәрігерлерде көнбеген. Басымыз екеуіміз деп отырып алған. Сонан Қатыран қытайша есеп соққан. Ауыл мен аудан арасы 340 километр. Автобуста жоқ. Онан келу деген бір машақат. Неше күндік сарпалдаң. Қаншама ақша керек. Осыларды есептей келіп, ол ақыра малсыздан қалтасына қол салғанда мол салып, Американың көгала қағазының күшімен өлді деген куәлікті әрең алып еді. Қазір онысын жасырып қалды деген сөзін онан әрі жалғастырды. Сонымен өлді деген куәлік алдым деді ол. Торғауыттың бетіне бір қарап қойды. Астағфиралла деді ол шегіне беріп. Қатыран сөзін ары қарай сабақтай түсті. Құдай кешсе Тореке сен де кешір, содан осында келдік. Еш жоқ, түс жоқ, сен жаттың. Бала-шаға қатын-қалаш жылап-сықтап, ес ақылды алды. Сөйтіп шулап жатқанда анау төменгі 15-ші үйдегі шал келе қалды. Әй, тоқта, босқа тарықпа. Мынау көрші ауылда бәлен деген емші бар, соған бір көрсетші. Тым болмаса қарыз қалмасын демей ме?
шапқылап соған бардым. Аузында иманы бар ақсақал адам екен, келіп емдей бастады. Үшкірді, дем салды, аузына қасықтап қайнатқан дәрі құйды. Сояу бұжыр тамыр дәрілер. Солардың арасынан менің танығаным тастың майы ғана. Біз жақта да көп. Бізге де емге қолданатынбыз. Ақсақал тағы бір дәрілерді айтып еді, ауданға бар біз дейтін, оны сатып ала қоятын ақшамыз да қалмаған болатын. Кімнен аласың? Жайдан жай жалынғанға кім бере қояды? Ақша дегенді сұрап алу үшін де бір сылтау керек қой. Сонан әлгі өлді деген куәлікті алып, мына әкім бауырыма бардым. Осындай жерлейтін ақша керек дедім. Дәрігердің куәлігін, мұның жеке куәлігін мен апарып тапсырдым. Алдымен жаны қалсыншы, өлмей жатса қалғанын тағы көрерміз деп ойладым. Өз атымнан арыз жазып қол қойдым. Ол кезде Торекеңнің мұндайды сезіп білетін шамасы жоқ еді. Кейін Торекең бара-бара оңалды да ақыр аяғында жазылып кетті. Міне өздеріңізді көріп отырсыздар, деді қатыран әңгімесін аяқтап. Құлақ естіп көз көрмеген таңғажайып бір оқиға болды ау, деді Марат көңілі енді жайланып. Тораға, өлмегеніңіз жақсы болды, бірақ сіздің барлық документтеріңіз архивке кетіп қалды ғой. Енді соларды міне мына куәліктен тартып, ту басынан қайта жасату керек. Әйтпесе сіз жәрдемақы да, мүгедектік қаражат та ала алмайсыз. Апырая, деп қиналды Торғауыт күрсініп, басын сипап. Осы документтерді жасатып, сол игіліктерді қол жеткізу үшін мен қанша жүгірдім. 2 жыл уақытым кетіп еді ғой. Мына шашымның жартысы сонан ағарған. Сол әурешіліктен енді құтылдым ау деп қуанып жүргенде қиын болды ғой. Басқа амал жоқ, қайта жасатасыз, деді полицейлердің бірі. Негізі бар ғой, бұрынғыдай қиын бола қоймас, деді Марат жұбатып. Торғауыт аудандық көші-қон полициясына барды. Паспортын үстелден тартып, көп бөлімді аралады. Бәрінің жауабы біреу ғана. Жоқ, болмайды, біз шеше алмаймыз. Таңертең келген, әр бөлмеге кезекке тұрған. Түсте демалыс уағында 2 сағат далада отырған. Түстен кейін арып шаршап, алдына әрең жеткен сары келіншек мұны тіпті адам құрлығында көрген жоқ. Сөзіне құлақ қояр да емес. Біреулермен орысша бұлдырласып отырып алды. Ақыры бұл да шамырқанайын деді. Мен сізге сөйлеп тұрмын ғой, деді Торғауыт шытынап, оның алдына жақындап. Менің алдымда келетін жалғыз сіз ғана емессіз, деді анау бұған көз қырында салмастан. Андағы қыз мүлде кезексіз кіріп отыр ғой, онда сіздің жұмысыңыз болмасын, бұл менің досым болады. Ал мен оралманмын. Оралман болсаң қайтейін? Сені мен шақырып келгем жоқ. Торғауыт оқыған, көзі ашық адам. Өзінің мемлекеттік көші-қон квотасымен келгенін алдыға тарта сөйледі. Үкімет, Назарбаев шақырды ғой, онда соларға бар. Әй, сен қалай сөйлейсің? Мен де өзіңдей Қазақстанның азаматымын ғой. Онда куәлігіңді көрсет. Осы араға келгенде Торғауыт бөгеліп қалды. Азат басымды 2-ші рет тағы да тәлкекке салдырғаным-ай деп күйіп кетті. Сен мені қорласаң, сені Құдай қорласын деп айтайын, деді де, бұл Құдайды қайдан білсін деп ойлады. Жаңа бұл кірген кезде үстел үстінен жинап алып жатқан колбасаны көз алдына келтіріп, адам емес шошқа екенсің ғой, жарылғалы тұрған деп айтайын, деді де, оның жардай жуан тұлғасына көз тоқтатып, бірақ өзін өзі сабырға шақырды. Амалым жоқ, менің күнім бұған түсіп тұр ғой, онан арман қырысып алып жүрмесін, деді де шығып кетті. Осы ашумен начальниктің кабинетіне кіріп еді, әттең деп тісін басып барған начальник жоқ боп шықты. Начальникке ертеңіне де кіре алмады. Сонау ит арқасы қияннан қайта салпақтап жүріп, 3-ші күн дегенде әрең жетті алдына. Аза болғаны, қорланған сонша, шу дегенде не айтарын білмей, сөйлей алмай, көпке дейін тығылып отырып қалды. Апыр-ай, қарындасым-ай, қарнымның ашқанына емес, қадірімнің қашқанына жылаймын дегендей, жұмысымның бітпеген өз алдына, мына қол астындағыларыңыздың адам құрлы көрмегеніне қиналып кеттім. Өз жерімде жай біреу емес, инабатты ұстаз едім. Енді мында қайдағы жаман қыз келіншектер, деді даусы тарғылданып, сөзінің аяғын тауысып айта алмай. Не болды ағасы, кейіп отырсыз ғой, ашуыңызды басып, айтарыңызды маған түгел айтыңызшы, деді начальник бұған жылы қабақ танытып. Қой көзді, әппақ жазық маңдайлы, қырмұрынды сұлуша келген қызыл шары келіншектің сөйлеген сөзіне бір ауыз орысша қоспай, тап-таза қазақ тілінде ағалап отырған мейірін көріп, Торғауыттың көзіне лық етіп,
жас тола қалды. Әнтек іркіліп отырып барып, бәрін басынан бастап айтып шықты. Кешегі семізден көрген қоршылығын да жасырған жоқ. Начальник те күрсінді. Мұның басынан аяғына дейін қайтадан бір шолып шықты. Ойланып басын шайқады. Ағасы, ол үшін сізден мен кешірім сұраймын. Ренжімеңіз. 300 жыл бойы орыстың боданында болдық. Онан қалсақ сүйекке сіңіп кеткен коммунистік бюрократтық орыстың алгеуделігі бар. Шеттен келген бауырлардың көңіл күйін түсінбейтіндер көп қой. Кім дедіңіз? 13-ші кабинеттегі қыз ба? Бақыт қой. Оған өзім сөйлесіп қояйын. Ал сіздің жұмысыңызға келсек, деді ол, хатшы қыз әкеліп берген папкаға қарап отырып. Бұл қиындау екен. Көңіліңізге келмесін. Документ бойынша сіз өліп қалған адамсыз. Біз мынау кеңес одағы кезінен бері тек қағазға ғана сеніп, сол арқылы жұмыс жасап дағдыланып кеттік қой. Ал сіздің қолыңыздан ешқандай куәлік жоқ. Айттым ғой, бұл әлгі қатыранның кеселі деп, деді Торғауыт екі алақанын жайып. Ол байғұс та маған жамандық ойлаған жоқ қой дегенді қосып қойды. Түсініп отырмын ағасы. Бұл жұмысты ту басынан қайталап істеу керек. Ең алдымен сіздің тірі екеніңізді дәлелдеу қажет. Онан соң жеке куәлігіңізді қайта жасату керек. Жәрдемақы мүгедектік көп. Басқа игіліктенулер сонан кейінгі шаруа. Түсініп отырмын, деді Торғауыт басын шұлғып. Онда сіз аға былай істеңіз. Біріншіден ашуланбаңыз. Қайдағы бір қызғырқын дұрыс жауап бермеді екен деп өкпелейтін түк те жоқ. Ауырып қаласыз. Мынау Қазақстан. Кім болса ол болсын, әлдеқалай біреудің өзі жасап алған жеке меншік жер емес. Тұтас қазақтың атамекені. Украин мен орыс, өзбек пен кәріс сыйып жатқан байтақ отанға қазақ баласы қанша болсақ та неге сыймаймыз? Не бар, бәрі де болады. Аңсап келген атамекеннің қызығын көріп, әлі де бір 15-20 жыл жүрмейсіз бе? Оқыған мұғалім адамсыз. Жоқ нәрсеге тарылмаңыз. Екіншіден, ауруханаға барып, өзіңізді емдеген, анау жаман куәлікті берген врачпен сөйлесіңіз. Меніңше бұл ең керекті және ең бірінші қадамды шешетін мәселе. Дәрігердің куәлігінсіз еш нәрсе жетпейді. Қайталап айтайын аға, бұл өте қиын шаруа екен. Жүйкеңізді біраз тоздыруға тура келеді. Дегенмен мен сізге қолымнан келгеннің бәрін аямаймын. Бұдан былай маған еш кезексіз төте кіре беріңіз. Менің атым Құралай, деді Торғауыттың туған қарындасындай шын ниетімен ізеттілік танытып. Құралайдан шыққан соң Торғауыт ауруханаға барып, өзіне куәлік берген әлгі врачты іздеді. Аты жөнін қатыран айтып берген. Ол бүгін жұмыста жоқ болып шықты. Ертең болады, деді біреулер. Ауруханадан қайтып шыққанда күнен кейіп қалған еді. Қарашайының орта шені. Көшеде ала шабыр қар жатыр. Таңертең үйінен сағат 5-те шығып еді. Сонан бері әлі нәр татқан жоқ. Ішегі шырылдап, қарны аша бастағанын енді сезді. Ауру әлсіз, жүрегі де қарайып, талып соқты. Тәні қалтырап тоңа бастады. Өзінің барлық жұмысты бір күнде бітіре салмақ болып, босқа алжасқанына енді өкінді. Қонатын жері де жоқ еді. Бейсауат көлік бірдеңе табылып қалар ма екен деп, орталық көшеге таман бет алды. Бір сағаттай сенделіп жүрсе де, ештеңе кезікпеді. Қысылайын деді. Далада қалсам, мынау суық түнде қатып қалатын шығармын деп ойлады. Өз ауылына баратын шеткі көшеге қарай жіті басып жүріп кетті. Кенет арт жағына машина даусы естілді. Жалт қарап еді, бір машина зулап келеді екен. Қуанып кетті. Дәрменсіз жүрегі дірілдеп, тулап ала жөнелді. Жолға таман асығыс ұмтылды. Өзін-өзі ұмытқаны сонша машинаға соғылып та қала жаздады. Рөлде қазақ жігіт екен. Ей, жындымысың, өлейін деп жүрсің бе, деді терезеден басын шығарып, бұған зіркете қалып. Торғауыт оның ұрысқанын елеген жоқ. Қазақ болғанына қуанды. Орыс болса мақсатымды ұқтыра алмаймын-ау деп қорқып тұрған. Қарағым, қазақ екенсің ғой, жақсы болғанын қарашы. Алексеевкеге барайын деп едім, ақшаңды төлейім, ала кет, деді даусы қалтырай шығып. Мамбет, деді жүргізуші қатқыл дауыспен. Ай бауырым, мен өте қиналып тұрмын. Оралман едім, қалада танысым да жоқ. Бір қайырым жаса, сыйыстырып ала кет, деді Торғауыт кабинаның ашық есігінен ұстап айырылмаған бойы. Көріп тұрсың ғой, міне орын жоқ, деді жүргізуші басымен машинаның ішін нұсқап. Торғауыт машинаның ішіне көз жүгіртті. Жүргізушінің қатарында әдемі сары келіншек, артқы орындықта 2 бойжеткен қыз, ортасында адамша шоқиып овчарка ит отыр.
Басқаларынан бұрын Торғауыттың көзі итке түсті. Ол да мұнан көз алмай тесіле қарап қалыпты. Құлағы едірейіп, екі көз от шашады. Айт десе, атылғалы дайын отыр. Ой айналайын бауырым, қысылып тұрмын. Мына итті былайырақ, жоқ тіпті жатырқамаса, мен алдыма қалып дей беріп еді, жүргізуші мұның сөзінің аяғын тоспады. Қарқылдап күліп жіберді. Оның мына бейнесінен дәмесін қара өзінің. Мұның заты ғана ит. Әйтпесе бүгінгі заманда сенен жиркенбей алдыңа отырса әуел дегендей бір кемсіткен әжуаны байқады. Соны растағандай жүргізуші: «Но, бұл асыл тұқым ит. Сен қалай?» деп аяғы орысша былдырлап кетті де есігін тарс жауып жүріп кетті. Торғауыт өзінің жолдың қақ ортасында қыбыр етпей сілейіп тұрып қалғанын артынан білді. Ұнжырғасы түсіп, ілбей басып көшенің шетіне қарай аяңдады. Өзімде ақымақ сорлы жанмын деп ойлады ол ішінен. Осының бәрінде өзімнің осы мисыздығымнан тауып алдым. Тыныш өмірім, дайын пенсиям, жып-жылы үйім бар еді. Сол шекеме сыймай кетті ғой. Көпірлік болған шығар. Әйтпесе жатыр ғой Қытайда әне бір 1,5 миллион қазақ тырп етпей. Ешкім оларды Қытайсың деген жоқ. Дәл бір Қазақстанға президент бола қоятындай шелпілдейтін жөнім жоқ еді. Обал жоқ. Өзіме де осы керек. Итше бұралып, үсіп өлмін иен далада деп өзін өзі кінәлады. Жол шетінде біраз тұрған соң Торғауыт өзінің қалтырап тоңа бастағанын сезді. Қой, қоналқыға бір орын іздейін деп ойлады. Қытайдан көшіп келген біреулер бар шығар деп аяңдап жүріп кетті. Бір тәуірі күнәлі батқан жоқ екен. Соған қуанды. Ары бері жүріп жатқан адамдар аз емес. Соларға бір қарап тұрды да, әй осы дұрыс жауап берер-ау деген өзі құралыптас бір әйелдің жолын тосты. Сәлеметсіз бе? Осы маңайда Қытайдан көшіп келген ешкім бар ма? Мен қазақша білмеймін, орысша айт деді анау. Торғауыт қолын сілтеді. Ой, көксоққан-ай, қандай сұмдар, түрі қазақ, заты орыс. Бала шаға жастар болса бір сәрі, кеусіндей кемпір, бір ауыз қазақша білмейді. Мұнан туған бала не оңат дейсің? Бұлардың бүйтіп шоқынып кеткенін кім білген? Әй, мына түріммен оңып та жырғатпас. Тәуелсіздік. Мына буынның көзі жоғалмай, қайда әлі деп, өзіне өзі сөйлесіп келе жатып, тағы біреудің алдына тоқтады. 17-18 жастар мөлшеріндегі ұл бала екен. Әй балам, тоқташы, қазақша білемісің? Білем атай, деді бала тоқтай қалып. Айналайын-ай, көрім болды ғой деп Торғауыт қуанып кетті. Бағыма кезіктің ау сірә. Әлгі бала түк түсінбей аңырап тұрып: әй балам, осы маңайда Қытайдан көшіп келген біреулер бар ма? Бала ойланып қалды. Иә ата, анау арада бір Қытай семья бар, деді көшенің жоғары бір тұсын көрсетіп. Қара Қытай ма, деді Торғауыт әнтек нәумез болып. Иә Қытай, бірақ өздері қазақшаға ағып тұр. Торғауыт жымиып күліп жіберді. Ата мекенге келіп қазақ боламын деп Қытай атанып жүрген мен сияқты біреу ғой. Бұл балаға не сөгіс, елден естігенін айтады да деп қуанып кетті. Соны көрсетші маған, деді балаға күлімдей қарап. Бас дәрігер армян жігіт екен. Бұйра қара шашты, қауметімен жалғасқан, қалың қара сақалын әдемілеп қырыққан, қошқар тұмсық зор денелі атпал азамат. Торғауыт бастырмалатып қанша сөйлесе де бір ауыз сөз ұққан жоқ. Сұмдық-ай деп таң қалды. Торғауыт қайран қалып. Қытайда болса сәлем, Қытай тілін білмесінші, бас врач болғанды қойып, аурухананың есігінен сығалай алмас еді. Иә, Қытайдың санының көптігіне де қатысты шығар. Дегенмен Қытайлар өмірі ешкімге отар болып көрмеген халық. Сондықтан рухы жасымаған, ал мұнда сүйекке сіңісті болған құлдық. Жай бұқара емес, мәртебелілеріңнің өзі біреудің басы байлы құлы сияқты. Баяғы міскіндік. Торғауыт амалсыз медбикелердің біреуін шақырып келіп, сөзін соған аудартты. Врачтың көзі бақырайып кетті. Өмірімде естімеген сұмдығым екен, деді таңғалып. Оның үстіне сендей адамды көріп тұрғаным осы. Қашан келіп едің? Наурыз айында. Бас врач ойланып тұрды да басын шайқады. Мүмкін емес, деді қолын сілтеп қалып. Оның мына райынан сөздің аяғын тоспай кетіп қалама деп қорыққан Торғауыт ендігі дәтін шапшаң айтты. Бұл кісіде жазық жоқ. Мұнда келетін ауруларда көп қой. Қайсы бір несінде сақтай береді дейсің, деді ол амалсыздан жағымпаздана сөйлеп. Оның үстіне ол кезде мен ес-түссіз жатыппын. Бұл кісімен сөйлесіп жүрген қатыран ғой. Сол қатыран менің бажам. Жоқ, білмеймін. Мұндай адамды көргенім жоқ, деді врач
екі алақанын жайып. Торғауыт бұл күні ертерек қайтып кетті де, ертеңінде қатыранды ертіп қайта келді. Бас дәрігер оны шырамытқандай болды, бірақ таныстық бере қоймады. Білмеймін, көргем жоқ сені. Өлмеген адамға ондай куәлік берілмейді бізде, деді шорт кесіп. Қатыран кеше ауылдық үкіметтің кеңсесіне барған. Сондағы архивтегі өлгендегі жөніндегі куәліктің көшірмесін түсіріп алған. Врачтың алдына соны қойды. Врач куәлікке және ондағы өзінің қойған қолына қарап алып, ұзақ ойланып тұрып қалды. Сол осы ма, деді Торғауытты нұсқап. Иә, осы, деді Қатыран лып ете қалып. Торғауыт деген мен ғой, деді Торғауыт та қуанып алдыға таман бір аттап. Врач мұның бас аяғын шолып шықты. Қане, куәлігіңді көрсет, деді оған қарап, шытына қолын созып. Торғауыт Қатыранға қарады. Қатыран мән жайды түсіндіре бастап еді, врач қолын бірақ сілтеді. Жоқ, болмайды, оның кім екенін мен қайдан білейін? Бәлкім Қытайдан келген басқа біреу шығар. Осы мамандық бойынша 30 жыл жұмыс істеп келе жатырмын. Өліп қалған адамда тіріліп кетті дегенді бірінші рет естіп тұрмын. Тіпті бүкіл дүние жүзінде де медицина ғылымында өлген адамды тірілтетін ешбір жаңалық әлі ашылған жоқ. Әйтпесе мына Россияның өзінің Ленинін, Менделеевін, қазақ өзінің Брежневін бірінші кезекте тірілтіп алатын еді ғой. Сен, жігітім, алдайтын кісін тапқан екенсің. Қытайдан қанша қулық үйреніп келгеніңмен мені бүйтіп алжастыра алмайсың. Енді Қатыран да ашулана бастады. Әй, сен ақшаны білесің, деді бір ауыз шала пұшық орысшасымен. Бір жағынан ымдап доқтырмақ болып жатыр. Деньги, американский доллар, деді 3 саусағын көрсетіп. 300 бердім ғой мен саған. Сен алады, қойынға салады, енді бүгін танымайды. Врач сыртқа шықты да тағы бір қызды шақырып келді. Мынау есібас қытайларға түсіндіріп көрші, маған ақша бердім дейді. Кім көріп тұр? Дәлел бар ма? Бұл сөзді енді екінші рет қайталайтын болса, мен сотқа арыз берем. Албатты оттамасын. Немене, мен бұлар сияқты ақымақпын ба? Тірі адамға өлуі туралы куәлікті ақшаға бола өтірік беріп едім деп қайтадан анықтама беретін мен жынды болып қалыппын ба? Менің басым екеу емес екенін айтып қой бұларға. Енді қайтып бұл туралы менің алдыма келуші болмасын. Керек болса әкімге барсын, заң орындарына барсын, түсініктеме деді ме, кетіп қалды. Осыдан қайтып барғаннан кейін Торғауыт 3 ай бойы үйінен шыға алмай жатып қалды. Сарпалдан жүріс шаршатқан, ескілікті ауруда сыр бере бастағандай болған. Оның үстіне ылғи келеңсіз жайттерден көңілі қайтып, тауаны шағылып, сағы сынып жасып қалып еді. Наурыз айының бас шенінде бір күні Алматыдан телефон келе қалды. Қыздар институтында дайындық курсында оқитын қызы бар еді. Сол машина шырғалаңына ұшырап, ауруханаға түсіп қалған. Торғауыт шұғыл қамданды. Ақша бірдеңесін дайындап алды да жүргелі тұрған автобусқа отырып ауданға келді. Онан бір жекелік маршруткамен Алматыға жетті. Жүргізуші оны орталық көшелердің біріне түсіріп кетті. Ол жан-жағына алақтай қарап біраз тұрды. Алматыға бұрын 1-2 рет келген. Онда таныс білістері ертіп жүрген. Енді ойлап тұрса өзінің қайда келіп қайдан тұрғанын білетін емес. Көктен түскен сияқты. Алдымен қыз оқитын институтқа барса, сонан ұғысармын деп ойлаған. Қазір қызы қайда, институт қайда, аурухана қайда, қай жағына қараса қайшыласқан машина, әркім өз бетімен кетіп жатқан қалың ел. Бір-екеуіне жақындап сұрамақ болып еді, ешкім тоқтайтын емес. Алматыда да Қытайдан келгендер көп деп еститін. Таныс біреу яки Қытай жақтан келген бір қазақ кезігіп қалмайды-ау деп әрі-бері өтіп жатқандардың бәріне тінте қарап тұрды. Көңілінде алаң басым. Байқаусызда бір танысы мұны көрмей өте шығатындай елеңдеп көз салады. Жазғытұрым қара суық, жер қара болғаннан күн шытқыл. Торғауыт аздап қобалжи бастады. Түнге қалса, Құдай сақтасын. Маңайын жетіп арлап, әр топқа сүзіле қарап, алақтап тұрған Торғауыттың көзі көшедегі бір тәртіп сақшысына түсе қалды. Қуанып кетті. Әуелі өзі қазақ екен. Қап-қара мұрты да сүйкімді. Таныс біреуге ұқсайтын сияқты. Ой, әлгі пәленшекеңнің баласы болып жүрмесін деп Алматыға көшіп келген әлдекімді есіне алғанда тіпті жүрегі жарылып кете жаздады. Соған қарай ұмтылды. Тезірек жетпесе кетіп қалатындай көріп, жолдағы адамдарды кие жара құлдыран қағып жетіп барды. Амансың ба, бауырым, деді оның қарсы алдына келіп. Аман, деді анау мұның үсті басын бірден шолып шығып. Қарағым, мен анау алыстағы Алексеевкадан келіп едім,
осында қыздар институтында дайындық курста оқитын қызым бар еді. Сол бір ұшыққа шалдығып қалды деп естіп, үйде шешесі де қорқып, асығып жетіп едім. Маған жол көрсетіп жіберші айналайын. Қазақ баласы екенсің деді, аузына тимей. Кім боласың деді сақшы. Кім дейсің бе? Атым Торғауыт. Руың қайдан келдің? Айттым ғой Алексеевкеден. Шыныңды айт, бұл жақтың адам емес екенің көрініп тұр ғой. Иә, солай ғой, оралманмын. Назарбаевтың шақыруымен Қытайдан келгем. Кім шақырды дейсің? Назарбаев деп тұрмын ғой. Президент Назарбаев. Сақшы жігіт мырс етіп суық күлді. Қане документіңді көрсет. Торғауыт қайтерін білмей қалды. Қалталарын сипалап сасқалақтап көздері бақырайып кетті. Документ дейсің бе? Документ жоқ қой менде. Жеке куәлігіңді көрсет. Жоқ еді айналайын, соны ала алмай жүрмеймін бе? Қытай паспорты да жоқ па? Жоқ айналайын, ештеңем жоқ. Сенен жасырып тұрғам жоқ, шыным осы. Куәлігің неге жоқ? Ой, былтыр әлгі қатыран оны қайтадан тапсырып жібермеді ме білмей қалып. Ауруханаға еш-түссіз барыппын ғой. Мынауың не деді сақшы? Оның мылжыңын бөліп, қолындағы шүберек сумкасын нұсқап. Бұл ма? Бұл Нәзікешке шешесінің жіберген сәлемдемесі ғой. Бір-екі тәтті тоқаш, бір уыс құрт, қолда ештеңе болмай қалып, асығыста деді Торғауыт. Кір қожалақ Қытайда көбінде солдаттар ұстайтын сары брезент сумканы умаждай түсіп. Анау беліңдегі не деді сақшы енді, оның шалбарының белбеуіне іліп қынын көрсетіп. Пышақ қой бұл. Сақшы Торғауыттың қынынан мүйіз сапты сары пышақты алып, аударып төңкеріп қарап көрді. Бармағына тегізіп байқады. Қызылды жасылды болып нұр ойнап, қылғауып тұр. Өте шебер, шіліңгір ұста соққан абайқын. Бұны неге алып жүрсің? Ойбай қарағым-ау, еркек адамға құржан жүрген деген қиын ғой, әсіресе мынандай түнде жүргенде. Бұл жерде мұны алып жүруге болмайды. Ой бауырыма, мұнда тұрған не бар? Атам қазақтың жосыны баяғы. Жоқ, мұнда суық қару есептеледі деді, пышақтың жетесінен ары тұтамдап көрсетіп. Суық қару дейсің бе? Астапыралла, мен өмірімде тіпті тышқан өлтіріп көрген адам емеспін. Тіпті қойда бауыздап көргенім жоқ. Ылғи қатыран сойып беретін. Сол үшін әйелімде ұрсып, енді бұл әшейін қазақ салт қой, оның үстіне біз тістен айырылғалы қай заман, міне деді ол аузын көрсетіп, қиқы-шиқы кетік тістерін көрсетіп. Жүр менімен деді сақшы түсін салып. Қайда, қыздар институтына ма? Барғанда көресің. Пышағымды бер, сол арадан аласың. Торғауыт сақшының қабағына қарап, сезіктенейін деді. Әй бауырым, сен мені қайда бара жатырсың деді, оған жақындай түсіп. Сақшы жауап берген жоқ. Оны қолтығынан алып дедектеткен бойы анандай жерде бір машинаның қасында тұрған біреуге ертіп барды. Орысша бірдеңелер айтты. Екеуі мұның үсті басын шола қарап біраз тұрды. Сонан біреу мұны машинаға отырғызып, бір жерге алып барды. Бір есікті ашып, соған итеріп кіргізіп жіберді. Торғауыт есіктің сыртынан құлыптанып жатқан сылдырын таныды. Босағадан ілгері аттамай қалтиып тұрып қалды. Үлкен зал екен. 20 шақты адам бар көрінеді. Түгел тақтадай еденге жайғасқан. Біреу шекпенін жамылып, біреу одеялын төсеніп дегендей, әркім өзінше тірлік көрсетуде. Біреу отыр, біреу жатыр. Торғауыт шошып кетті. Шекарадан ары өткізіп тастаса, онда мына Қытайға тиіспейтін шығар. Ал мұны текке қоймайды. Айыппұлға төлейтін ақшасы да жоқ. Оның үстіне 2 жылдың алдында Қазақстанға көшіп келген, енді қайта барса тыңшылықпен келдің деп қамап тастауы да мүмкін. Бала шағаның жартысы мұнда, нақ сорлаған деген сонда болады. Торғауыт жүгіріп барды да есікті шарқылдатып ұра бастады. Не болды деді ар жағынан күзетші. Маған бастық керек. Кешегі тергеуші жігіттердің біреуінің алдын алып барды. Неменеге айғайлайсың деді ол сызданып. Мен ана қара Қытаймен бірге Қытайға қайтарып тастамақсыңдар ма? Қазақстан топырағында заңсыз жүргендер түгел отанына қайтарылады. Ойбай-ау, менің отаным Қазақстан ғой. Қане жеке куәлігің? Торғауыт 2 күн зар илеп, ештеңе түсіндіре алмағаннан кейін бұл жолы күндегі әләуләйлім қайталанған жоқ. Басқа жол тапты. Ей сен тоқта, бері қара. Мені кім деп отырсың өзің? Мен анау Георгиевка аудандық көші-қон полициясының начальнигі Құралай Беспармақованың ағасымын ғой. Соқпа өтірікті. Сөйлеспейсің бе андағы телефоныңмен деді Торғауыт, бұл өтірікті қалай соғып қалғанын өзі де байқамастан. Айтарын айтып алса да жүрегі дір етті. Құралай деген албаты біреу. Жай адам емес, полиция начальнигі. Менің ондай ағам жоқ десе құрыдым-ау деп қалтырап кетті. Тергеуші телефон жалғады. Құлағын төсеп Торғауытта шошып тұр. Сәті болғанда шықпай-ақ қалса екен деп ойлады.
Алло, деді ар жағынан әйел адамның даусы. Торғауыттың жүрегі дүп-дүп соқты. Орысша бірдеңелер айтысып жатты. Торғауыттың бар ұққан өзінің аты жөні ғана. Беспаев Торғауыт, да Беспаев Торғауыт деп зыр-зыр етеді тергеуші. Сонан бір заманда трубканы мұның өзіне бере салды. Мен Торғауыт ағаң ғой, деді Торғауыт, даусы қалтырап. Алматыда неғып жүрсіз? Осында қыздар институтында оқитын қызым аварияға ұшырап, сонан асығыс келіп едім. Мыналар мені ұстап алып қамап отыр. 3 күн болды. Куәлігің жоқ дейді. Қытайға өткізіп тастаймыз дейді. Қытайға өткізіп тастаса, дінсіздер ғой бұлар, деп кіжінді Құралай, мұның сөзін бөліп. Сөйтеді бұлар, сіздің қазақ екеніңізді біліп тұрып, адам емес құл темір ғой шетінен. Телефон трубкасынан оның ысылдаған ашулы үні ап-анық естіліп тұр. Маған хабарласқаныңыз қандай жақсы болған. Әйтпесе, енді қорықпаңыз. Бастығымен сөйлесем, босаттырып алам. Трубканы андағы полицияға беріңіз. Сонымен Құдай қолдап, Торғауыт Қытайға емес, өзі тұрған Георгиевка ауданына қарап жолға шықты. Автобустан түсе салып Құралайды іздеді. Алқына аштырып, оның кеңсесіне қалай тез жетіп келгенін де сезбей қалды. Құралайдың төбесіне түйген тоқпақтай қара шашының сұлбасын көргенде-ақ даусы дүрілдеп, айналайын қарындасым-ай, қандай әулие адам едің, жасың ұзақ болсын қарағым, бала шағаңның қызығын көр, деді ол, жүрегінен жарып шыққан сансыз алғысын бірінің артынан бірін бастырмалатып. Бұл күнде Торғауыттың көңіл күйі де басқаша болып өзгеріп кеткен. Ары өткен бері өткен адамдарға да көз қырғын салмастан өз кезегін күтіп, мүлгіп отыра береді. Өздігінен ешкімге тіл қатпайды да, алда-жалда қасына келіп аты жөнін сұрай қалсаң, бетіңе ұзақ қадалып отырып барып, мен бе, менің аты жөнімді сұрап отырсың ба, мен өліп қалған тірі адаммын, деп қиқарлана жауап береді. Алда-жалда көңілін тауып, әңгімеге тарта алсаң, сөзге әлі тың, көкірегі ояу, бәрін біліп сайрап тұр. Қазақстан сияқты жерінің үсті жәннат, асты толған қазына бай мемлекетте аштан өлмеймін ғой. Құдайға шүкір, балаларым бағып жатқан. Жалғыз-ақ өткен жолғы 2005 жылғы желтоқсандағы бүкіл әлем көз тіккен президент сайлауына қатынасып, еліміздің тұңғыш президенті Назарбаевты сайлауға бір кісілік дауыс бере алмай қалғаныма ғана өкінем. Енді 7 жылға дейін мен бармын ба жоқпын ба кім біледі, дейді күрсініп, қолтығындағы қалың пақпасын қыса түсіп. Жақсылық Самитұлы.